Періштелер жазасы болған оқиға. Ол ақыл-есі толық жетілмеген 25-тен асқан ұлы мен оның кішкентай күшігін жетектеп күнде аулаға шығатын. Бір қарағанда дене бітімі соқалдай көрінген жас жігіттің 5 жасар балаша мәз болып күшікпен ойнағанын көргенде байқұс шешесін аяп-ақ кететінбіз. Бірде әлгі әйелмен тілдесудің реті келді. Күйеуі баласының ауруы туралы білген соң бұлардан кетіп қалған. Аурушаң баланы өсіру үшін амалсыз өзі де жұмыстан шығуына тура келген. Жұмыстан шыққаным да дұрыс болды, әйтпесе кім білген, деп барып көзіне жас алып мұңайған әйелдің әңгімесі мені де ойландырды. Жедел жәрдем ауруханасының гинекология бөлімшесінде біраз жыл жұмыс істедім. Сіз білсеңіз ғой, күніне қаншама әйел жасанды түсік жасататынын. Алданып қалған қыздар, жеңіл жүріске салынған сылқымдар, ішімдікке әуес әумесер әйелдердің бәрі де тезірек құрсағына біткен тіршілік иесінен құтылғысы келеді. Ал енді некелі келіншектер ішіндегі өлі баласынан айырылғысы келмей шырылдайды. Кей күндері ерікті түрде аборт жасатуға келгендердің көптігінен оларға кезек тимей қалып жататын. Білесіз бе, бір келіншек алдыма жылына 4 рет келген болатын. Өзі араққа да, еркекке де әуес. Екінші рет жасанды түсік жасатқан соң, енді спираль салдырып ал, оның болмайды деп ескерткенмін. Спираль салдырам деп жүргенше тағы біреулермен ішіп, артынан жүкті болып қалатын. Болды соңғы рет деп ақталып келіп тұрғанда басынан бір салғым келетін. Бірақ ақысын төлеп, дәрігерлермен келісіп кеп тұрған соң амалсыз іске кірісетінмін. Ол кезде алқаш әйелге бала неге керек, алдырып тастағаны да дұрыс. Тәйірі кімнен жүкті екенін өзі де білмейді осы, деп өзімнің жұмысымның дұрыстығына күмән келтірмейтінмін. Осылайша біреуді аяп, біреуді ақтап, біреуді даттап жүріп, қаншама әйелге жасанды түсік жасадым. Қаншама баланы көрер жарығынан айырдым. Мен мына қолыммен талайлардың өміріне балта шаптым. Әрине, ол кезде ауыр күнә, арқалап жатырмын деп ойламадым да. Жігерсіз еркекпен бас қосқаным ма да, баламның диагнозын естіген кезде де, күйеуім бізді тастап, басқаға кеткенде де өмірдің өзін кінәладым. Маңдайыма жазған тағдырға лағнет айттым. Сөйтсем, бұл дүниеде жасағаның о дүниеге кетпейді екен. Соған көзім жетті. Бірде алдыма бір келіншек келді. Екінші рет баласын түсіріп алыпты. Көзінен жас төгілмесе де, жүрегінің жылап тұрғанын байқадым. Әңгімеге тартып, алдандырмақ болып едім. Бұл періштелер жазасы ғой. Кезінде қайынсіңлімді де, өз сіңлімді де жасанды түсік жасатуға ертіп келіп, өзім алып қайтып едім. Енді міне, бұл жерден менің де құрсағым бос қайтып барады дегенде жүрегім дір ете қалған еді. Олай болса, менің баламның аурушаң болғаны менің кесірімнен ғой. Яки мен өз күнәларым үшін талай баланың жанын жер бастырмай көкке қайта қайтарғаным үшін жауап берудемін. Осы ойды ойлаған сайын, білесіз бе, мен жеңілдеп қаламын. Баламды біреулер аурушаң, ақыл есі дамымаған деп күдіктене қарап жатады. Ал ол мен үшін мен ғұмырын үзген періштелердің жиынтығы сияқты. Мәңгі періште күйінде қалған бала, көңілі соның дәлелі емес пе? Қараңызшы, асыр салып ойнап жүргенін. Ол еш уақытта пенделердің уайымын түсінбейді. Шынайы қуана біледі. Өтірік айтып, көлгірсуді білмейді. Қалай тез өкпелесе, солай ашуы тез тарқайды. Көңіліне жаққан нәрсеге алданып мәз болады. Ол ешқашан өспейді. Мейлі,
есесіне балалығымен мені ұзағырақ қуантады деп, күлімсіреп күшікпен ойнап жүрген баласына бір қарап қойды бұрынғы дәрігер әйел. Иә, оның жан жарасына шипа болатын баласы бар. Жасанды түсік жасатам деп, өзіңді де, өзгені де кінәға батырмайықшы, замандас келіншектер.